Сәлем достар, үйде бар заттармен өте дәмді болып шығатын және дастархан көркі болып тұратын салат дайындаймыз. Бізге қажет болатын заттар бұл балғын қияр, помидор, сәбіз, тәтті бұрыш, кинза және сарымсақ. 200 грамм шамасында қайнатылған ет керек болады. Қиярымызды өзімізге ыңғайлы етіп турап аламыз. Мен осындай фигурный пышақпен осылай дөңгелек етіп турап алдым. Қиярымызды осындай турап болған соң үлкендеу ыдысымызға жия бастаймыз, себебі араластыру ыңғайлы болу керек, және үкіштен сәбізімізді өткізіп аламыз. Тәтті бұрышымызды турап аламыз. Мен қызыл және жасылын істеттім. Осындай 3 бұрыш етіп турасаңыздар болады, немесе ұзыншақ етіп турасаңыздар да болады. Балғар бұрышында осына сәбіздің үстіне саламыз және қызанақтың осына ортасына алып тастаймыз, және өте ірі емес және өте кіші емес етіп турап аламыз. Помидорымызды да қалған көкөністерімізге қосамыз және үстінен осына қайнатылған етімізді өте жіңішке етіп турап аламыз. Үстінен кинза және чесногымызды қосамыз. Үстінен 1 ас қасық соя, кориандр жарты шай қасық қосамыз. Өздеріңіз уқалап салыңыздар. Паприка 1 шай қасық және 1 шай қасық әші бұрыш. Әші бұрышты дәмге қарай қосасыздар. 1 шай қасық тұз және 3 шай қасық құмшекер керек болады. Міндетті түрде құмшекер қосыңыздар, осындай кисло-сладкий дәм болады. Және үстінен қызып тұрған ыстық майымызды қоямыз, 4 ас қасық. Майымызды құйып болған соң жақсылап араластырып аламыз. Ең соңында салатымызға уксус эссенциясын қосамыз. 70%-лық 1 шай қасық қостым. Шамалы жеткізбей, шамалы аздау салып, кейіннен көбейтіп салсаңыздар болады. Уксус көп болып кеткен жағдайда құмшекер қосасыздар. Құмшекер көп болған жағдайда уксус қосасыздар. Мінекей осындай өте дәмді, өте тамаша және көрінісі өте керемет болатын салатымыз дайын. Өздеріңіз қалауларыңызбен сәндесеңіздер болады. Бұл өте дәмді. Видео ұнаған болса лайк басып, арнамды қолдап кетіңіздер. Ал арнама тіркелмеген болсаңыздар, подписаться батырмасын басып, қоңыраушаны басып қойсаңыздар, жаңа шыққан видеоларымды өткізіп алмай көресіздер. Сіздермен бірге болған Диана. Ас болсын, амандықта кездескенше сау болыңыздар.